Сәлем достар, біз бүгін 1С бағдарламасымен жұмыс жасауды қарастырамыз және оған кірісеміз. Енді бұл сабақ шынын айтқанда бірінші сабақ болып тұр, және бұл сабақтың алдында бір сабақ болуы мүмкін, бұл сабақтан кейін де сабақтар болуы мүмкін. Сондықтан біз бүгінгі алғашқы сабақты қарапайым 1С'ті орнату және онымен жұмыс жасаудан бастаймыз. Қазір мен 1С'ті жүктеймін және оны орнатып, онымен жұмыс жасауды бастаймын. Одан кейін ары қарай не жұмыс жасаймыз, қалай таныса бастаймыз, оның барлығын сосын айтамын. Енді 1С'ті жүктеу үшін және онымен таныса бастау үшін бізге қазір 1С бағдарламасының оқуға арналған нұсқасын жүктеу керек. Оны қайдан аламыз? Сіздердің алдарыңызда тұрған мына машина, қазір бұл мұнда 1С'ке байланысты ешқандай бағдарлама орнатылмаған, қарапайым Windows 7 операциялық жүйесі орнатылған машина. Енді мен осында Google Chrome браузерін ашамын, және осы жерге маған керекті мекен жайды теремін. Ол мекен жай менде қандай? Online 1s.ru сайты бар. Қазір мен сол сайтты іздеп көремін. Яғни қазір бұл таппады. Былай іздеп қарайық. Міне көріп отқандарыңыздай Google-дан бірінші ашқан сайты интернет-магазин онлайн 1С.ру дейді. Бұл осы 1С компаниясының өзінің продуктлерін, яғни өзінің тауарларын, өзінің программаларын, бағдарламаларын сататын онлайн магазин. Осы жерде бізге қызықтырып отырған бағдарлама бар. Ол бағдарлама 1С-тің оқуға арналған нұсқасы. Және бұл оқуға арналған нұсқасы біздің сабақ жазудағы бірнеше уақытқа дейін бізге тиімді пайдасы тиеді. Сондықтан мен қазір осы бағдарламаны жүктеймін және онымен танысып, ары қарай 1С бағдарламасын администрация жасау жұмысын қалай жүргізетінімізді таныстырамын. Мен қазір 1С'ті басамын. Осының ішінде көріп отқандарыңыздай бірнеше нұсқасы берілген. Соның ішінде 1С предприятие 8 версия для обучения программированию деген нұсқасы тұр. Осы 1С предприятие 8-дің қазір мен оқуға арналған нұсқасын басамын және осы нұсқаның ішінен керегін жүктейміз. Мен қазір қараймын, осы жерден көреміз. Міне қарап отырсаңыздар 1С предприятие 8.2 версия для обучения программированию для Казахстана дейді. Яғни осы Қазақстанға арналған 1С предприятие 8.2. Осы нұсқаны мен жүктеп аламын және осы нұсқамен жұмыс жасаймыз. Енді 1С предприятие Қазақстан бізге арналған, біздің мемлекетке арналған нұсқасы. Осы жерде басынан бастап оқысаңыздар, міне қарап тұрсаңыздар жазып тұр, тегін нұсқасын жүктеп алыңыз дейді, және өзіңізге қажетті деңгейде 1С предприятие 8-ді үйреніңіз дейді. Бұл дистрибутивті алу үшін сізге анкетаны толтыру керек, және сізге лицензиялық келісімшартты қабылдау керек дейді. Олай болса көрейік. Мына жерде көріп тұрсаңыздар бізге сілтеме беріп тұр. Яғни тегін бағдарламаны алу деп тұр. Енді мына жерде программа жайында және бізге системалық талаптарды көрсеткен екен. Енді соның ішінде бізге программа жайында қызықтырып отыр. Бұл бағдарлама жайында. Бұл бағдарламаның қалай жасалғаны және кімге арналғандығы туралы мына жерде мағлұмат берілген екен. Осыны оқып шығыңыз. Содан кейін төмен жағында қарап тұрсаңыз, бұл оқуға арналған нұсқасының шектеулері туралы бізге мағлұмат берілген. Яғни не жазған? Кестедегі максималды жазу саны ол 2000-дай болады дейді. Басты таблицадағы, яғни басты кестедегі объект саны 2000 болады дейді. Сондай-ақ тағы да бірнеше шектеулер келтірілген екен. Осы 1С бағдарламасының жұмыс істеу нұсқалары, соның ішінде клиент-сервер нұсқасы және де мәліметтер базасының бөлінген нұсқасы жұмыс жасамайды дейді. Ком соединение жұмыс жасамайды дейді. Яғни қарап отырсаңыз, біраз шектеулер бар, бірақ бізге бірнеше сатыға дейін бұл бағдарламамен жұмыс жасауға және онымен танысуға тамаша мүмкіндік беретін бағдарлама. Сондықтан мен мұны қазір толық таныстырмай, тек сізге айтайын. Мына жерде тағы да бірнеше мысалдар келтірілген екен. Міне өзіңіз конфигурацияларыңызды жасасаңыз болады дейді. Кез келген конфигурация бар, конфигурацияны оқысаңыз болады дейді. Сондай-ақ оны толықтыруға және онымен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Енді бұны тек қана осы шын өмірдегі есеп-қисапты жүргізуге жарамайды дейді. Онда біз оқу ретінде болғандықтан бұл бағдарламаны қазір жүктеп алып, осымен танысайық. Енді мен получить
продукт бесплатно дейін, яғни тегін алуға тырысайын. Соның ішінде мына жерге көріп отырсаңыздар, бізге аты жөніңізді және почтаңызды барлық мағлұматты беріп толтырыңыз дейді. Енді мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Осы жерде толтырып болғаннан кейін мына жерден лицензиялық келісімшартты қабылдайсыз және жібересіз. Сосын сіз көрсеткен мекен жайға сізге осы бағдарламаны жүктеп алуға қажетті сілтеме жіберіледі, және сол сілтеме арқылы сіз өзіңізге керекті бағдарламаны жүктеп аласыз. Енді мен алдын ала дайындық ретінде бұл бағдарламаны жүктеп қойдым. Сондықтан бұл қадамдарды мен сізге қазір көрсетпеймін. Енді оны мен қайда сақтап қойдым және ол қандай болып келеді, мен соны сізге көрсетейін. Міне мен қазір осы компьютерде қосымша флешка бар, сол флешкаға мен сақтап қойдым және оның жүктелген файлдың аты Educational Full KZ дейді. Міне осындай болды және оның көлемі 700 мегабайт көлемінде болды. Енді бұл архив файл екен көріп отырсыздар. Осы файлмен ары қарай жұмыс жасаймыз. Яғни сіздер де осындай файл жүктеп алды деген ойдамын. Енді бірінші бізге осы файлды бір жерге шығару керек. Мен ол үшін қазір мына жерге көшірейін. Яғни мына жерге папка жасаймын және осы папкеге осы файлды ашамын. Енді мен 1С educ деп жаза салайын әзірге. Және осы жерге мен мына жердегі файлдардың барлығын ашайын. Міне көріп тұрсаңыздар, осы файлдың ішіндегі барлық мағлұмат берілген екен. Мен соның барлығын таңдап аламын және осында көшіремін. Міне көшіру процесі басталды. Яғни осы файлдардың барлығын қазір архивтен шығарып, және осы менің машинамның жұмыс үстеліне көшіруде. Енді осы бағда көшіріп болғаннан кейін ары қарай жұмыс жасауды бастаймыз. Міне бізге қажетті барлық файлдар қазір ашылып болған сияқты. Енді бұл файлдарды бірінші ашты, сосын бізге қажетті папкаға көшіру үстінде қазір. Міне барлық файлдарды менің машинама жүктеді. Енді мен мына папкалерді әзірге жабайын және сіздерге қайта көрсетейін. Енді көріп отырсаңыздар, жұмыс үстелінде менде 1С educ деген папка жасадым және осының ішіне маған қажетті барлық файлдарды сақтадым. Енді мен осы папканы ашайын және осы жерден қарайын. Міне мұн жерде 1С бағдарламасының орнатуына қажетті барлық файлдар тұр. Соның ішінде мен қазір 1С авторан бағдарламасын басамын және қарап көреміз. Міне қарап отырсаңыздар шықты. 1С предприятие 8.2, яғни 1С предприятие 8.2 оқуға арналған нұсқасы дейді, және осы жерден қараймыз. Енді жылдам орнату және де орнатылатын компоненттерді таңдау, жұмыс жасау. Міне осындай бірнеше мағлұмат берген екен. Соның ішіне бізге қазір қарап көрейік. Ішінен таңдап орнатып көрейік, соның ішіне не бар екен. Бірінші міне платформа 1С предприятие 8.2 дейді. Бізге яғни 1С-тің платформасын орнатуды ұсынып отыр. Онда осы платформаны орнатудан бастайтын шығармыз. Олай болса мен үстінен басайын және қарасаңыздар, міне платформаны орнату тәртібі басталды. Қазір мен мынаны шамалы жылжытайын және қараймыз. Міне 1С предприятие 8.2 оқу нұсқасы және орнатуға қош келдіңіз дейді. Енді бұл жерде көріп отырсаңыздар, менде бұл бағдарлама операциялық жүйенің тілі ағылшын тілінде, сондықтан бұл ағылшын тіліне шықты. Және енді сіздерге менің алдындағы сабақтарым таныс болса, мен барлық жұмысты ағылшын тілінде көрсетемін, бірақ қазақ тілінде айтып түсіндіремін. Орнатуға қош келдіңіз дейді. Мен келесі деп сұрақ басайын және мына жерде бізге орнататын бағдарламалардың мүмкіндіктерін таңдаңыз дейді. Бұның жерінде бізге көп мүмкіндік беріп тұрған жоқ. Тек қарасақ, мысалы, барлық нұсқалар әзірге білесіздер ме, мен қазір бұны қазақ тіліне аударуға да, орыс тіліне аударуға да тырысамын. Сондықтан былай істейміз. Қазір 1С предприятие, яғни осы нұсқасы бізге қызықтырып отырғаны. Онда келесі деп бастайын және тілді таңдаңыз дейді. Мен тілді қазір осы жерден таңдауға мүмкіндігім болу керек.